Hiç ağamdan oturmuyor. Болды, бастап. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сәлеметсіздер ме? Мен өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мен Жамбыл облысы Шу ауданы Көкқайнар ауылдық округінің бас маманы Нуриева Дамира Қабылқызы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуге. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасы берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай хабарландыру тақталарына және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурстарында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22 тармағына сәйкес залда аудио және видео бейне жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулар кезінде нақты тұжырымдалған қаралатын мәселенің мәнін ашпайтын және тыңдау тақырыбына қатысты ескертулер мен ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдау барысында және чатта бейәдеп сөздер айтуға, қолдау сипатындағы, қорлау сипатындағы сөздерге жол берілмейді. Баяндама жобасына әзірлеуші Казэкопромстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаның тапсырыс Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында өткізіледі және оларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкім аппаратының немесе жергілікті атқарушы органның өкілі төрағалық етеді. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Амзикулов Алмаз Момынханұлының кандидатурасы бекітілді. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Қарсылық жоқ болса, ендігі сөзді Тілеубаев Әділет Мырзаға берейік. Қайырлы күн, құрметті жиналысқа қатысушылар. Сіздеріңіз қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Шу ауданы Көкқайнар ауылдық округінің Көкқайнар ауылының солтүстік шығысына қарай 1240 метр жерде орналасқан. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде келесі жұмыс түрлері орындалады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды орындау кезінде қабылдау, сақтау және әрі оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенімен қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға және көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісінің атмосфераның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын қорғауды қамтамасыз етеді. Кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жұмыстары жүзеге асырылады. Полигонда барлығы 9 ауаны ластаушы көздері бар, оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8-і ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығарындылары 13 зиянды заттардан тұрады. Нормативті шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар жылына 8,7 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 2,3 тонна, газ тәрізді және сұйық заттар 6,4 тонна. Рұқсат қағаз биыл сіздерде қазіргі экологиялық рұқсат 2025 жылдың осы 31 желтоқсанда бітеді. Біз 2026 жылдан бастап 10 жылға 2035 жылға дейін алып береміз, созып береміз. Соған халықтың санына байланысты бізде мусордың шығуы есептелген. Мысалы 2026 жылы 849,9 тонна, 2027 жылы 875,4 тонна, 2028 жылы 901,7 тонна, 2029 жылы 928,7 тонна, 2030 жылы 956,5 тонна,
2031 жылы 985,2 тонна, 2032 жылы 1014,7 тонна, 2033 жылы 1045,2 тонна, 2034 жылы 1076,5 тонна, 2035 жылы 1108 тонна. Бұл жыл сайын өсуі халықтың өсуіне байланысты есептелген 1% өседі деп бізге беріледі статистика, халықтың ауыл саны соған байланысты мусорында несі есептеледі. Бұлар бізде Қазақстан Республикасы бойынша бекітілген методикалар бойынша есептелген. Бізде қазір бейне жазу болып жатыр. Бұл жерде арасында департамент экология дейміз, Жамбыл облысы бойынша управление природопользования сол кісілер қатысып отырады, қарап тексеріп. Өйткені кейбір кісілер таныстырмай өтіп, хаттаманы өтіп толтырып кетеді да, өткізеді да, халыққа таныстыру жұмыстары жүргізілмейді. Соны бұлар бейне бақылауда тексеріп тұрады. Шынымен келіп таныстырып кетті ма, өткізді ма, нетті ма деп. Полигон бойынша енді толуы, басқа жұмыс жүргізу бойынша егер 10 жыл қалып береміз, 10 жылдың ішінде толып кететін болса, ол полигонды жабады, сөйтіп сіздерге басқа жерден орын алып береді да, жаңа полигон соғып нетеді. Негізі санитарлық не бойынша ауылдан 1 километр қашықтықта болу керек қой, зиян заттары ауылға, халыққа әсер етпеу үшін. Басқа сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз жоқ болса, назарларыңызға рахмет. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысын жасайық. 2026 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастыратын болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдауға қатысқандарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.